Менің есімім Александр, туған жерім Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы. Қазақ тілін мен үшін енді қазақ ауыл, таза қазақ ауылында өскенмін. О жақта ешқандай таңғаларлық жайт болған жоқ қазақ тілінде. Чисто қазақ сияқты жүре бердім сол жақта. 11 жыл қазақша мектеп оқыдым. Колледждерде де барлығын қазақша оқыдым. Сөйтіп осы Нұрсұлтанға келгелі 2015 жылы Нұрсұлтанға келдім. Сөйтіп о жақта басталдым, маған таңғалып, ой сен неге орысша сөйлемейсің? Барлығы орысша сөйлейді, қазір әлемге үшін басшы адамдар орысша сөйлейді маған. Сен неге орысша жауап бермейсің? Постоянно қазақша деп. Мен үшін енді бір өзім таза қазақ сезінемін өзім. Потому что мен үшін қазақша оңай болып кеткен, сен орысша бол. Чисто қазақ балаларының ұрғызын өскен. Сондықтан осы